Ассаляму алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, дәмді, әдемі болып пісетін мраморный кексті жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз. Одан кейін үстіне секерді қосып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Одан кейін үстіне ертілген сары майды қосып, қайтадан жақсылап бір рет миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне сүт құйып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ұнды қосамыз, ұнды електен өткіземіз. Одан кейін үстіне тұзды және де қопсқышты қосып, қайтадан жақсылап араластырып аламыз. Барлық қоспаларды қосып араластырып болғаннан кейін 2 ыдысқа бөлеміз массамызды. Және де бөлген бір бөлігінің үстіне какао және де сүтті қосамыз. Какао мен сүтті бір келкі болғанша араластырып аламыз. Одан кейін пергамент төселген табамызға видеода көрсетілгендей етіп 2 массамызды бөліп кезекпен құямыз үстіне. Кекстің құрамына қажетті барлық ингредиенттерді видеоға және де видеоның астында описаниеде міндетті түрде жазып кетемін. Және де достар, міндетті түрде мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым ең алғашқы болып сіздерге көрінетін болады. Ал енді барлық массаларымызды құйып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп ағаш таяқшаның көмегімен безендіреміз. Дайын массамызды 180 градуста қызып тұрған пешке 35-40 минутқа піскенше саламыз. Кексіміз пісіп дайын болғаннан кейін мен оның бетіне ертілген шоколадты құйып және де жаңғақтың көмегімен әдеміледім. Кексті ешқандай безендірмесеңіздер де болады. Кекс өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін.